Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах тағалаға мадақтар айтып, пайғамбарымызге Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Аллах тағала рахметі мен бұдан 20 жыл бұрын мемлекетімізде исламға жол ашылып, мешіттер ашылып, ұстаздар сабақ беруді бастағанда, бұл ұстаздарды арасында дұрыс жолға шақыратын ұстаздар болды, сол сияқты бұрыс жолға шақыратын ұстаздар болды. Кейбір ұстаздар жақсылыққа, жұмсақтыққа шақыратын болса, кейбір ұстаздар адамдарды агрессияға, бұдан қатал болуға, адамдарды діннен шығарып, кафир, мушрик, мұнафиқ деп айтуға шақыратын ұстаздар болды. Осылай әсер қалдырған ұстаздардан бірі мына Қазақстандағы оқушыларға, мұсылмандарға белгілі болған Халил деген кісі. Халил бұл кісі бірінші оңтүстік жақтарда, сосын батыс Қазақстан жерлерінде адамдарды дінге шақыру үшін амал жасап кеткен адам. Бұл кісі дінге шақырғанда шариғаттағы ережелерді, ғұламаларды бізге көрсеткен жолдарыны орындаған жоқ. Өткені болай деп айтуымызға себеп, мына бұл кісіні мен үш сабағаны зерттегенімде, соларды біріншісі ислам ақидасы. Сол ислам ақидасы деген сабағында бұл кісі 14-ші минутта айтады. Кімдің ақидасы дұрыс болмаса, демек ол мушрик. Исламға шақыратын адам бұндай сөзбен бастамайды. Негізінде бұндай сөзді айтуға дәлел керек. Өткені кімді ақидасы дұрыс болмаса, енді ол мушрик деп айтуға болмайды. Өткені ақидасы дұрыс болмаған адамды адасқан деп айтуы мүмкін, немесе жахил деп айтуы мүмкін. Бірден мынандай сөзді мушрикті айту, әсіресе бұдан 10 жыл бұрын болса сабақ берген кездерде, енді адамдарды көзі ашылып исламға келе жатқан кезде, олар жастар басқа адамдарды, туған туыстарды, әке шешелерді мына сөзден кейін әкемді ақидасы дұрыс емес, демек ол мушрик, демек ол кәпір деген сөздерге барғаны бізге белгілі. Сондықтан бұны такфир идеясы, немесе харижиттерді белгілері деп айтылады. Мұсылмандарды, ұстаздарды, ғұламаларды, вағыз айтушыларды сабағы, вағызы бұдан басталмайды. Негізінде осы сөзді айту дұрыс емес шариғатта. 42-ші минутта айтады. Сондықтан кімде ғибадат болмайтын болса, онда таухид жоқ. Оған жеңіл қарамайық. Енді бұл сөздерден сол кездегі әке шешелер, туған туыстар, немесе басқа мемлекетіміз өкілдері, қызметкерлер, намаз оқымайтын адамдарға жеңіл қарамайық деген сөзбен ол кісінің артынан қалған оқушылар оларды мушрик, кәпір деп айтып кетті. Намаз оқымаған адамды кәпір деп айтуды жария қылып, осы мәселемен көп бақытсыздықтар болды. Сондықтан бұл Алланы жолыға шақыру дұрыс жол емес. Бұны біз адасқан жол деп айтамыз. Бұл харижиттерді жолы, бұл мутазилиттерді жолы, бұл такфир жамағатыны жолы. Өткені ахлы сүннет және жамағат адамдарды жұмсақ болуға, жуас болуға, адамдарға мейірімді болуға бұйырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте Абу Муса ал-Аш'ари және Муаз ибн Джабал, Алланы оларға ризалығы болсын, оларды Йемен еліге жіберген кезінде оларға айтты: «Яссиро ва ла туассиро, баширо ва ла тунафиро». Адамдарды жағдайыны, яғни дінді оларға жеңілдетіп айтыңдар, оларға ауыр қылып жібермеңдер. Оларды қуантыңдар, оларды жеркенішті, дінді оларға жеркенішті қылмаңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырды. Сондықтан да Алла субханаху ва таала бізге Құранда Нахл сүресінде «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана» деп айтады. Алланың жолыға хикмет, даналықпен, әрбір сөзді өз орныға қоюмен шақыр, Алланың жолыға көркем вағызбен шақыр деп айтқан. Сондықтан мынандай сөздер, кімдің ақидасы дұрыс болмаса, демек ол мушрик, немесе кімде ғибадат болмаса, онда таухид жоқ, оған жеңіл қарамайық деген сөздерді жастарды жинап айту, бұл хикметке де жатпайды, көркем вағызға да жатпайды. Ахлы сүннет және жамағаты ұғымға да жатпайды.
Өткені Аллах тағала бізге бол дінді рахмет діні қылған. Аллах тағала «Вама жаала алейкум фиддини мин харадж». Алла сіздерге діндарыңызда бірде-бір қиыншылық жаратқан жоқ деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Инна дина юсрун», дін жеңілдік деп айтады. Бұл дінді ханифия, самха, ханифия дегені өтірік діндерден бет бұрып, сыраты мұстақим бен жүру. Самха дегені сахла, сухула, жеңіл, бұл дін жеңілдік дегені. Сондықтан бұл дінді ауыр қылып жіберуға ешкімді ақысы жоқ. Әсіресе енді адамдарды көзі исламға ашылып келіп тұрған кезде оларға болай деп айып қоюға болмайды. Өткені бір адамды кәпір деп айту, мушрик деп айтуға шариғатта не деген шарттар бар, оны орындап, бары шарттар орындалғаннан соң адамға үкім шығуы мүмкін. Сол кезде де жеке адамға үкім шықпайды ешқашан. Бұл ғұламаларды жұмысы, оқушылар, шамал оқып келген, немесе оларды тыңдап тұрған адамдарды жұмысы емес. Ол кісінің тағы бір сабағында ақидаға шағыру деген сабақ. Ақидаға шағыру деген сабағында ол кісі айтады: кім ислам ақидасын дұрыс ұстанбаса, ол бір қараңғылыққа кірді. Улайка асхабун нари хум фиха халидун. Олар тозаққа түсушілер, және ол жерде мәңгі болады деп айтады бұл кісі. Екінші минутта. Енді осы сөздерге қарайтын болсақ, ислам ақидасын дұрыс ұстанбаса, ол қараңғылыққа кірді. Енді олар тозақ иелері болып, тозақта олар мәңгі қалады деп айту шариғатқа дұрыс емес. Шариғатта дұрыс емес. Өткені ақидаға шақыру мына жерден басталмайды. Ақидасы дұрыс деп айту. Егер оларды ақидасы дұрыс болғанда, Халил сияқты ұстаз оларға керек емес еді. Олар өздерін түзету үшін ол кісіні сабақ беруге шақырған болса, бұл кісі барып, кімді ақидасы дұрыс болмаса, олар тозақ иелері тозақта мәңгі қалады деп айтамы? Сондықтан да ғұламалар айтады: ла яъмуру бил маъруфи ва ла янха анил мункари илля ман кана фақихан фима яъмуру бихи фақихан фима янха анху. Жақсылыққа бұйыру, жамандыққа тыйым салу. Жақсылыққа бұйырғанда, жақсылыққа бұйырушы фақих болу керек, шариғатты білген дана болу керек. Жамандыққа тыйым салғанда фақих болу керек, шариғатқа қарау керек. Вала яъмуру бил маъруфи вала янха анил мункари илля ма кана халиман фима яъмуру бихи халиман фима янха анху. Жақсылыққа бұйырғанда халим, жуас болу керек, жамандыққа тыйым салғанда жуас болу керек. Жақсылыққа бұйырғанда мейірімді болу керек, жамандыққа тыйым салғанда мейірімді болу керек. Енді бұл ұстазды мынандай сипаттары болмады. Ол кісіні оқушыларға, ол кісінің артынан қалған жағдайды әсерге қарайтын болсақ, адамдар тек қана жанұяда бақытсыз болып кетті. Не үшін десе, әке-шешесіні кәпір деп айтқаннан соң, әке-шешесі перзентке қарсы. Әке-шешелер қыздарға қарсы, өткені ол қыздар әке-шешесіні кәпір деп айтады. Сол сияқты мемлекетке қарсы, олар мемлекетті кәпір деп айтады. Осымен адам не жақсылыққа барды? Бұл харижиттерді жолы, бұл такфир жамағатыны жолы, бұл мутазилиттерді жолы. Ислам келіп адамдарды кәпір немесе мушрик деп айтудан ешқашан басталмайды. Енді мына аят «Улайка асхабун нари хум фиха халидун» деген аят, бұл кісі келтірген бұл аят Бақара сүресінде келеді. Алла субханаху ва таала айтады: Аллаху валиюллазина аману юхриджухум мина зулумати иля нур валлазина кафару аулияухумут тагут юхриджунахум мина нури иля зулумат улайка асхабун нари хум фиха халидун. Мына аятқа қарайтын болсақ, Аллах тағала айтады: Аллах тағала иман келтіргендерді досы, оларды қараңғылықтан нұрға шығарады. Ал кәпір болғандар, көңіл болыңыздар бауырлар, мына жерде Аллах тағала ал кәпір болғандарды достары, болар тағут, шайтан, оларды нұрдан қараңғылыққа шығарады. Мына осылар тозақ иелері болып, онда мәңгі қалады. Аллах тағала бұл жерде кәпірлер жайлы айтып тұр. Бұл аятты кәпірлер жайлы айтылған сөздерді мен мұсылманмын деген адамдарға қолдануға болмайды. Имам Бухари Абдулла ибн Умар радияллаху анхумадан келеді.
Абдулла ибн Умар хариджеттер елдерді ең жаман